Hey, сәлем достар, сендермен бірге мен блогер Абылай. Иә, достар, бүгін мен сіздерге, яғни блогерлерге, жаңадан келген блогерлерге 5 кеңес айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Кеттік. Иә, достар, бүгін мен бірінші кеңесім, айтатын кеңесім ол обложка. Обложка, Абылай дегенге жақын екен. Обложка. Ол обложка дегеніміз не? Обложка дегеніміз кейбір ютуберлердің видеосынан көріп отырсаңыздар, суреттер тұрады, қызықты суреттер тұрады. Мысалы, көк тамақ жедім, қызыл тамақ жедім, су ішпе, 24 сағат ұйықтама, 24 сағат ұйықтамай жүрсің. Сондайлар сияқты нелер келеді. Сондай челлендждер жазып қояды да, оның суретін қойып қояды. Ол сурет өте әдемі, сапалы болады. Ол сапалы болғанмен өте зор видео болу керек. Мысалы, обложка зор, мощный болса, видеомызға көптеген көрермендер келіп көретін болады. Просмотр жиналса, лайк пен подписка да жиналуы мүмкін. Екінші амал ол біздің ол неміз телефонымызға байланысты. Телефонымыз мысалы көп гигабайтты алу қажет. Өйткені блог немесе 2 немесе 1,5 гигабайт минимум алады. Сондықтан сіздердің телефондарыңыз сапалы болу керек. Немесе анаңыздың телефонымен түсіріңіз, әкеңіздің телефонымен түсіріңіз. Мен мысалы анамның телефонымен түсіремін, өйткені менде гигабайт аз, сондықтан анамның телефонымен түсіремін. Соңғы модельдегі телефондар өте жақсы сапалы түсіреді. Мысалы A40, A10, A20 деген сияқты. Немесе iPhone 10, iPhone X, iPhone 11 деген сияқтылар. Сол сияқты. Мысалы, мен қазір A40-пен түсіріп отырмын. Өйткені ол сапалы шығарады видеоны. Үшінші тәсіл. Ол не деп ойлайсыздар? Ол, конечно, освещение. Мысалы, освещение, қымбат освещение, арзан освещение керегі жоқ, мүлдем керегі жоқ. Сатып алмай қойыңыздар. Іздемеңіз. Қазір видеоны стопқа қойып та іздемеңіз. Ол освещение далада. Мысалы, мен қазір үйде отырмын, карантинде үйде отырмын. Енді мына жерде әйнек бар. Мына жерде әйнек бар. Оның освещениесі, мысалы, освещение деймін, светі, күннің несі, жарығы терезеден келеді. Телефонды қойып қоясыздар, штативіңізді. Сондықтан төртінші тәсілге кетеміз. Төртінші тәсіл не деп ойлайсыздар? Төртінші тәсіл сіздің обложка айтып кеттік қой. Обложкаға, мысалы, видео қызықты болу керек. Обложка қызықты бола берсін. Қызықты болсын, бірақ видеоны ұмытып кетпеңіз. Видеоны монтаждау керек. Монтаждап, соны әдемі қылып шығару керек. Мүлдем музыка қоймаңыз. Өйткені музыка адамның миына сізді тыңдай ма, әлде музыканы тыңдай ма, шатасып кетеді де, шығып кете салады. Музыка вообще қоймаңыз. Сосын обложкаға қарап ол кіреді да, қызықты екенде кіреді, бірақ ол қызық емес болып қалса шығып кетуі мүмкін. Сіз қызықты қылып, әсерлі қылып, көңіл күйді көтеріңкіреп видео түсіруіңіз керек. Сондықтан сіздер боғауыз сөздер айтпаңыздар, ешқандай жаман сөздер айтпаңыздар. Көрерменнің көңіл күйін көтеріп отыруларыңыз керек. Бесінші тәсіл ол әрине екенін білесіздер. Ол өздеріңізге байланысты. Өзіңіз және де айтып кеттім ғой, боғауыз сөз айтпаймыз, жақсы киініп отырамыз, мынандай әшейін осындай футболкаде нормально көрінетін. Мысалы, бір нелер болады, түрлі футболка киіп алады, татуировка сияқты бір нәрсе, ондай киімеңіз ешқашан. Современный мынандай футболкалар киіп отырыңыз, немесе бұдан да басқа футболкалар жетеді. Сондықтан солардың біреуін киіп, мысалы, қыдыруға шығатын кездегі футболкаларыңызды кисеңіздер болады. Сондықтан өздеріңізге мән беріп қойыңыздар. Видеоны салдым, бітті, мен блогермін деп ойламаңыз. Сіз өзіңізге бірінші видео обложкаға, екінші освещениеге, үшінші видеоға, төртінші боғауыз сөздерге, бесінші өзіңізге қараңыз. Сіз ешқашан өзіңізді ұмытпаңыз. Өзіңізді жақсы етіп көрсетіңіз. Немесе сіз видеоблог, ойын ойнайтын блогер болсаңыз, камераны дұрыстап қойып, ойынды ойнай беріңіз. Бірақ камераға қарап кетуді ұмытпаңыз. Сендермен болған мен Абылай, және де мен
қалай кетті. Мен абылай бұл видео ұнады деп ойлаймын. Лайк басып, подписаться жасап кетіңдер достар. Мен сендердің подпискаларыңды күтетін боламын. Хей, сау бол.